Бүгінгі біздің сабағымыз электронды оқулық. Бірінші, екінші күні біз интерактивті сервистерді өттік. Одан кейін үшінші күні кеше біз видео слайд жасауды өттік. Енді бүгін енді электронды кітап жасаудың екі түрін өтетін боламыз. Қазір апайларымыз қосылып жатыр. Гүлнұр, бір сұрақта осы ссылкаларды бір папка бір сұрақ туындап тұр да менде. Осы ссылкаларды папка сақтаса кейін ол ашыла ма, әлде қалай сақтау дұрыс деп ойлайсың? Мысалы, мен ана неде Google диск ашқам, ол жерге бәрі түсіп жатқан жоқ та. Енді сақтау үшін мысалы не ғой? Закладка. Мына звездочканы басып ше. Мысалы менде мына плюсті бассам, менде мына жерде тұр Instagram, Egov, Mail.ru, барлығын закладқа сақтап қойған мына жерде. WhatsApp, Learning Apps, BookRater, WordAll, SyncLink, мына Castles.net, мына жаңа викториналық сұрақ деген осының ешқайсысын жасамадыңыздар ғой осы. Жақсы не? Викториналық сұрақ деген сервис. Ау? Осы жерге мына кез келген сайтты сақтап қоясың, сене заклад деп. Мына бір нені көрсетіп жіберейін сіздерге. Castles.net деген сайтта. Мысалы, осы сайт тұр, Castles.net деген сайт. Осы жерде мына нені бассаң, звездочканы басасын, одан кейін добавить в закладки дейсің, болды, сенде рабочий столда сақталып тұрады. Одан кейін осы сайттарды ше, өзіме қажет деген бір группа ашып алу керек та, сол группаға лақтыра беру керек қой, сол группадан да тауып алуға болады. Мына сіздерге бір не көрсетіп жіберейін осы сайтты. Сақтап тұратын табылатын жер. Ау? Лабар, сен ба? Дауысың онша үзіліп шығып жатыр. Мен. Лабар, сен маған WhatsApp-тан сұрашы, өйткені қазір уақытымыз кетіп жатыр. Мына жерде тағы бір нені көрсетейін, Castles.net деген сайт. Бұл жерде де біраз жаттығулар бар. Мына көрсеңіздер, біраз жаттығулар бар. Енді мына біздің рандом. Кеше неде көрсеттім ғой сіздерге? Flippity деген. Соған ұқсайды. Бұл жерде де жаңағы случайное колесо ғой, мына айналдырып оқушылардың атын. Міне. Айналдырып оқушылардың жаңағы топашыларын сайлауға болады. Болмаса оқушылардан жаңағы нені барабанды айналдырып біреуіне тоқтаған кезде сен айтасың деген сияқты. Біз ана көбіне жақсы оқитын оқушылардан ғана сұрап жатамыз ғой, мына жерде оқушылар дайын отырады. Қайсымыздың атымызды айтып қояды екен деген сияқты. Мысалы, осылайынан. Бір оқушыға түсті. Осылай шығады. Содан удалить имя деп удалить ете бересіз. Мына жерге изменить десеңіз, мына атаулардың бәрін қайтадан жазуға болады, сохранить деп. Тағы да осы ненің Castles.net-тің тағы екі-үш жаттығуын көрсетіп жіберейін. Интерактивный. Мына жерде Venn диаграмма бар. Біз Venn диаграмманы қолмен сызып жатамыз ғой, обычно міне. Бұл жерде Venn диаграмманың үш түрі берілген. Біз мына жерде уменьшить до 2 деген басамыз. Сол кезде мен екеуі шығады. Интерактивная Venn диаграмма ғой. Содан кейін мынаны бассаңыздар, немен нені салыстырасыздар? Мысалы, затесім дей салайын. Мына жерге енді жазасыз. Затесім қандай? Кім не деген сұраққа жауап береді деген сияқты. Мына сделаны дегенді басасыздар. Мына жерге затесім ба, астына затесімге тән қасиеттерді жаза бересіздер. Одан кейін мына жерге екінші. Мына былайынан өшіп тастайсыздар да. Оқушыларға әр топқа не беріп, компьютер беріп, осындай әр топқа Venn диаграммасын жасатуға болады, осы бірден компьютерде. Салсын есін десек.
сайттың атын айтып жіберіңізші. Ау? Сайттың аты ма? Сайттың атын айтып. Сайт мен жіберемін сілтемесін. Castlesnet деп тұр ғой, міне Castlesnet деп тұр. Қандай міне сделанный. Міне осылайынан не қылуға болады. Вен диаграммасын бірден сызып жатпай осы компьютерде жасау болады. Мына ортасын бассаңыздар, ортасына ортақ қасиет. Мысалы, екеуі де сөз табы, иә? Сөз табы міне сделанный. Ортақ қасиеттер. Осылайынан мына жаза берсеңіздер, мына жердегі мына сөздер кішіреді, кім, не деген. Нет боқыпты мына жерде. Тағы да осы жерде мына не бар. Кері байланысқа біздің бір апайымыз кері байланыс сұрады ғой, синклингке қоюға бола ма деп. Электронды кері байланысты көрсетіп жіберейінші осы жерде. Міне. Музыкальный кері байланыс. Мына жерде мына ненің музыкасын пайдалансаңыздар болады. Түрлі мақсатта қолдансаңыздар болады. Мысалы, қалай жауап берді деп бір оқушылар шығарды. Мына жерде жақсы жауап берсе, сымасы дұрыс болса, міне тапсырмасы қате болса, көрдіңіздер ма, жаңаға синклингке осы нені бағалауды қолдансаңыздар болады осы сайтты. Я когда вижу снег, и я радуюсь. Кімнің дауысы шығып жатыр, бір кішкентай оқушы. Так, ары қарай бұл Castlesnetте осы бетіп ашып қарай берсеңіздер, нелер көп. Бұл да дайын жаттығулардың жиынтығы міне. Қарай беріңіздер осылайынан. Енді біз бүгінгі сабағымыз электронды кітап. Ертең біз электронды портфолио жасауға көшетін боламыз. Так. Жас сіздерге сілтемесін жібердім. Міне Bookreader деген сайт. Өте керемет сайт. Тіркелесіздер. Бұл кітапта сабақ жасасаңыздар болады. Түрлі жаңағы байқауларға қатысуға, болмаса бір іс-шараларды ма жасап салып қойсаңыздар болады. Таныстырылым жасағанға бір ерекше шығады. Мен запись жасап жатырмын, иә? Көрініп тұр ғой, иә? Әріптестер? Иә, көрініп тұр. Міне, сіздерде тіркелген кезде осындай парақ ашылады, осындай бет ашылады. Соны жоғар жақта New Book деп тұр ғой, жаңа кітап. Осы New Book дегенді басасыздар. 40 кітапқа дейін жасауға болады. Мен 21 кітап жасадым уже. Міне, плюс батырмасын басасыздар. Сіздерге міне түрлі нелер шығады. Размерлер шығады. Енді қазір мен түсінікті болу үшін мына жақта бір-екі вариантты көрсетіп жіберейін, иә? Міне, түрлі размерде жасалған кітаптар. Енді тәрбие сағатына жасаған нені көрсетіп жіберейін. Кітапшаны. Үлгі ретінде. Қарап отырсаңыздар, бұлардың барлығы сайт сілтемемен жүреді, ешқайсысын көшіріп аламаймыз. Кешегі видео презентацияны ғана көшіріп аламыз, қалғандары неде жүреді? Сілтемемен жүреді. Қазір ашылсын. Бұл электронды оқулыққа сурет, текст, аудио, видео қосуға болады кітапшаға. Сонда сіздің қанша материалыңыз осы бір кітапшаның ішінде тұрады. Кітапшаға ашып отырып таныстырылым жасай бересіз. Не ұзақтау жүктелді ғой. Мінім жаңағы былтырғы сыныбымның тәрбие сағаты. Мына жерде қазір мен көрсетейін. Мына жерге аудио қосқанмын. Көріп тұрсыздар ғой, аудионың үстін басқан кезде қазір звук шығады. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар және оқушылар.
9-шы Ә сыныбының Мұқағали Мақатаевтың 90 жаста толуына байланысты Хан Тәңірдің мұзбалағы Мұқағали тақырыбындағы тәрбие сағатын ұсынамыз. Енді ары қарай кетеді. Міне әр бетіне мен видеоларды қосқанмын. Мына видеоны басқан кезде видео жүктелу керек. Міне мына жерге көрдіңіздер ғой, видео ойнайды. Мына видео неде жасалған? Кешегі мен сіздерге үйреткен программада жасалған. Так, мына жерде енді мен оқушыларымның өздерінің жұмысы, бұл программада сіздерге көрсетемін. Camtasia'да жасалған жұмыс. Неге болса, тірі тұрсам көрермін, желідегі құлынымын Менде дауысын сәл басып қойып едім мына жақта. Әр бетке менде Camtasia'да жасалған суреттерімді, оқушыларымның суреттерін салып қойдым. Көрсеңіздер, текст қосуға болады. Енді келесі беттеріне фото қостым. Міне тағы бір видео қостым. Мына жерге текст қостым да, міне біздің электронды оқулығымыз бітті. Электронды тәрбие сағатымыз. Мен My Books дегенге қайтадан барамын. Мына жерде сабақ жасалған. Ілияс Жансүгіров деп мен. Егер мына кітап ретінде жасалған көргіміз келсе, мына жерде play-ді басамыз. Мен былай ашып көрсете берейін. Мақсаттары, үй тапсырмасы, тапсырмалары. Енді оны егер былай play-ді басатын болсам, кітап нұсқап ашылады. Edit дегенді бассақ, қайтадан өзіміздің кітаптарымызға барамыз. Яғни мен түрлі неде размерде жасауға болады. Үздік сынып жетекшісінің байқауы болды былтыр бізде. Байқауға қатысқандағы кітапша. Бізде бір әріптесіміз қатысты. Өзінде презентациядан таныстырғаннан гөрі, мен букрейтірмен таныстырсаңыздар, болмаса онлайн қазір бізде барлық байқаулар көбіне онлайн түрде жүреді Zoom-мен. Zoom-мен де осылайынан таныстырылым жасасаңыздар, ерекше шығады жұмыстарыңыз. Мына жерде қарап отырсаңыздар, презентацияны JPEG-ке айналдырғанбызда, сол суретті алып кеп қоя салғанбыз мына жерге. Бұл да оңай. Презентацияңызды JPEG-ке айналдырасыз, осы кітапшаға сала саласыз. Edit. Сіздерге жаңағы идея болсын деп көрсетіп жатырмын. Қандай жұмыс жасауға болатын. Мынандай размерде алуға болады. Бұл ең үлкен размері. Бұл жерде де презентацияны жасадық та, презентацияны осы кітапшаға алып кеп қоя салдық. Так. Міне. Осындай размерде де жасауға болады. Презентацияларыңызды қоя салсаңыздар болады. Енді қалай жасаймыз? Міне, New Book дегенге барамыз. Кітаптың размерін таңдаймыз. Негізі мына размер кішірек болады, 2-3 деген бізге осы размер жақсы. Одан кейін үлкен осы размерде жақсы. Мына размерді алайын. Енді бізде осындай бос бет ашылады. Осы бос бетті біз жаңа текстімізді қоюымыз керек, мына несін, мұқабаларын жөндеп алуымыз керек. Ол үшін мына плюс батырмасын басамыз. Сурет қосқымыз келсе, мына image дегенді басамыз. Камера десек, бірден осы жерде біз суретке түсіп өзіміздің суретімізді қойсақ болады. Мына pen деген жазу. Pen деген аса қажет жоқ, өйткені бұл жерде мынандай ручка таңдайды да, ручкамен жазған кезде былай дұрыс шықпайды. Сондықтан бұл особо қажет емес.
Сонымен өшіріп тастай салайық. Мені пен дегенді қолданбай қойыңыздар. Міне, енді бізге в основном қажет не керек? Image деген керек. Image дегенді бассаңыздар, міне неден Google-дан суретті бірден жүктесеңіздер болады. Болмаса сіздер алдын ала дайындап қойасыздар ғой, не жасау керектігін. Міне, мына батырманы басып, неден рабочий столдан, жұмыс үстелінен өзіңіздің дайындап қойған суретіңізді жүктейсіз. Мысалы, қазір суретті жүктеген. Осы бетке қазір бір суретіміз жүктеледі бір. Аса кішкене загрузка болып тұрады. Осы плюс және мына белгісі тұр ғой. Осы екеуімен жұмыс жасайсыздар ғой. Мына жүктеліп жатыр, жүктеле берсін. Мына жүктелді. Енді мына текст жазуымыз керек. Текст жазбай тұрып біз мына қозғалта бересіздер. Мына деген тұр ғой, ай деген. Өшіріп қойыңыздар. Микрофонды өшіріп қойыңыздар. Ай дегенді басып, біз енді мына жаққа қарасаңыздар, мына мұқабасын өзгертіп алуымыз керек. Қазір міне ешқандай түсі жоқ. Міне, мынау не? Түсін өзгертетін болсаңыздар, осыны басасыздар. Және осылай өзгертуге де болады мына жерде. Recent деп тұр ғой міне. Түрлі қылып өздеріңіздің шеберліктеріңізге қарай өзгерте бересіздер осылайны. Осыны алайық. Және мына жерде комиксы деген бар. Міне. Осындай бұл өзгереді. Бізге жаңаға оның алдындағылар дұрыс сияқты. Одан кейін мына paper деген бар. Бұл жерде дәптердің беті сияқты клеткалар шығады. Келесі borders деген бар. Міне, осылар. Осындай өзгертсеңіздер болады. Яғни барлығын басып көре беріңіздер. Паттерн дегендер бар. Паттерны міне. Осы жерде дайын нелер бар. Осы қоюға текстура дегендер бар міне. Бізге осы кітапша жасауға мен көбіне осы нелерді пайдаланамын. Осы мен осы екеуін пайдаланамын. Цветі де үйлесіп тұр, көрсеңіздер, қарасаңыздар. Кішірейтеміз. Енді қайтадан плюс белгісін басамыз да текст жазамыз. Текст. Бұл жерде сіздер сабақ жазсаңыздар да болады, өздеріңіздің пәндеріңіз бойынша сабақтың тақырыбын, сабаққа қатысты суретті, одан кейін сабағыңызға қатысты видеоны, аудионы, мен примерно нәрсе Мақатаевтың сурет дайын тұр екен. Мақатаев дей салайық. Енді дон дегенді басасыздар. Дон. Бұл ортаға түседі. Енді дегенді басасыздар. Айды басасыздар. Мына жерде тура Word сияқты көріп тұрсыздар ғой, мына плюсті бассаңыздар, шрифттеріңіз үлкейеді. Мына ортаға, шетке былайынан жылжыта бересіздер. Мына жирный қыласыздар. Мына курсив. Енді мына жерде цвет. Цветін өзгертесіздер. Міне. Осындай. Одан кейін мына жерде не? Шрифтті өзгертесіздер. Өзі ойлар, неше түрлі шрифтті өзгертуге болады. Мысалы, үлкейтіп болады. Осылайынан. Мен текст қосуды көрсеттім. Мен сурет қосуды көрсеттім. Видеоны да осы жерден қосасыздар. Камерадан өзіңіздің суретіңізді бірден түсіріп қосуға болады. Пенді қолданудың қажеті жоқ.
текстті көрсетті. Енді аудио. Мына рекорд дегенді басасыздар. Мына жерде старт рекординг деп шығады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Bookreader электронды оқулығын өтетін боламыз деген сияқты аудиоларыңызды айтасыздар. Одан кейін тыңдап аласыздар. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Bookreader. Енді егер аудионыз өзіңізге ұнамаса, delete деп өшіріп тастайсыз. Ал дұрыс жазылған болса, мынау аз рекординг деп тұр ғой. Осыны басасыздар. Міне сіздердің нелеріңіз түсті. Қай жерге қойғыңыз келсе, сол жерге былай қойып қоясыз. Егер аудио қосам десеңіз, жаңағы тыңдалым тексті жазып, оқушыларға бір тыңдалым материалын береміз ғой, соған да жақсы. Кейде таппай жатамыз ғой, егер сабақ жасайтын болсаңыз. Бірінші беті дайын. Келесі бетке көшеміз. Барлық беттің мұқабасы бірдей болғаны дұрыс. Міне, екінші беттікінде осылай қойдым. Енді екінші бетке не қойғым келеді? Мына жерде қарасаңыздар, медиа деген кезде мыналар тұр, иә? Image дегенде тұр. Енді мына shapes дегенді бассаңыздар, бұл жерде мынандай фигуралар шығады. Мысалы, бір математиктерге бір нелер керек шығар, иә? Нелер? Фигуралар керек шығар. Осы фигураларды таңдасаңыздар болады. Мысалы, таңдап, үлкейтіп, көлемін үлкейтіп, ішіне текст жазсаңыздар болады. Осылайынан. Келесі бетіне. Тағы не қосқыңыз келеді? Мынандай фигура қосқыңыз келетін шығар. Енді мен жаңағы не қосуға болады, соны көрсетейін деп отырмын. Оның ішіне де осылай жазуға болады. Күшейтуге болады. Тағы бет қосамыз, келесі бет. Нені өшіретін болсаңыздар, былай delete деп өшіріп тастасаңыздар болады. Келесі таза бетті ашып, қайтадан нені қосып аламыз? Мына айды қосамыз да, паттернді. Енді бір видео қосып көрейік. Image. Так, рабочий столда бізде видео бар екен. Мұқағалиға байланысты. Мына жерде жүктеледі. Бұл видео кішкене ұзақтау болғаннан кейін ұзақтау жүктеледі. Міне келіп түсті. Түскеннен кейін бүйтіп үлкейтіп қойсақ болады. Жүктеле берсін. Келесі бетіне презентацияны түсірейік. Айттым ғой, презентацияны бірінші JPEG-ке айналдырып аласыздар. Мысалы, бізде бір суретті аласылайын. JPEG-ке айналдырылған бір суретті. Видеомыз жүктелді ме екен біздің? Видеомыз әлі жүктеліп жатыр. Суретіміз түсу керек. Осылай, қанша бет жасағыңыз келсе де, сонша бет жасап аласыз. Текст жазасыз ба, видео қосасыз ба, аудио қосасыз ба, барлығын жасап аласыз. Одан кейін қалай бөлісу керектігін көрсетемін. Так, мыналар ұзақ жүктеліп жатыр. Жүктеліп болғаннан кейін, ұстайсыздар да шетінен былай созып, үлкейтіп, кітаптың бетіне сиятындай қылып үлкейтіп қоясыздар. Біздің жаңаға неміз келді. JPEG презентациядағы суретіміз келді міне. Мына жақтағы біздің видеомыз кішкене ұзағырақ жүктеліп жатыр. Біз енді уақыт алмай қойық, түсінікті болды деп ойлаймын. Енді қалай шыққанын көру үшін, жоғары жақта көріп тұрсыздар ғой. Read book деп тұр ғой, читайте книгу.
Сосын басасыздар. Енді басынан көрейік бізде қандай жұмыс шықты. Міне, аудионы тыңдап аламыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен Стопты басамыз. Осылай таныстырым жасай бересіздер. Міне жаңағы. Мына жерде жазу ма, сурет па, барлығы кете береді. Мына жерде біздің видеомыз шығу керек еді, ол видеомыз әлі жүктеліп жатыр. Сонымен осылайынан беттеріңізді аша бересіздер. Мен жаңағы уақыт жақындап қалды. Сондықтан жаңағы тезірек түсінікті болу үшін қысқа ғана көрсетіп жатырмын. Енді қалай бөлісеміз? Мына белгі тұр ғой, бөлісу белгісі. Осыны басасыздар. Publish online дегенді басасыздар. Мына жерге атауын бересіздер. Атауын бересіздер. Мына жерге автор өзіңіз жазасыз. Одан кейін Publish online дегенді басасыз. Міне сіздің неңіз болды. Жаңа публикация жасалды деп тұр. Енді бұның сілтемесін қайдан аламыз? Міне жоғары жақта тұр ғой. Міне осы сіздің кітабыңыздың сілтемесі болады. Мына жоғары жақтағыны аласыз, копировать етіп аласыз. Одан кейін жәнеге чатқа матч бересіз. Болмаса ол сіздің осы букрейтерге бір тіркеліп алсаңыз ішінде тұрады. Бұл букрейтерді да былайынан закладка деп мына жерге атауын жазып сақтап қойсаңыздар, именно осы кітапты осы жерден тауып алуға болады. Готово деген батырманы басасыздар. Жаңа бірнеше таппай қаламыз деп жатқан ұстаздар бар ғой жаңа. Енді келесі біздің қазір уақытымыз бітіп қалмаса, мен оңай олын тез көрсетіп жіберейін. Екінші программамыз, бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Ол не деп аталады? AnyFlip деп аталады. Қазір мына жаққа қайтадан жаза салайын. Өшірейін. Неге? Google-ға AnyFlip деп жазасыздар. anyflip.com деп. Бұл енді жаңағы букрейтерға қарағанда мүмкіндіктері көп емес. Бұл бір жақсы жер сіздердің презентацияларыңыз, вордтарыңызды мына парақтап ашып беріп отырады. Мен тіркеліп қойғанмын, тіркелесіздер, міне Қойлыбаева деп тұр, домашняя страница. Google аккаунттарыңызбен тіркелесіздер. Міне менде ашылды страница. Қазір бір жұмысты көрсетіп жіберейін. Так. Қазір бір жұмысты көрсетіп жіберейін. Сіздер мені PowerPoint-та жасаған суреттеріңізді осы программаға салып қойсаңыздар, осылайынан таныстырылым жасауға болады. PowerPoint-ты, Word-ты осылайынан кітапша етіп, дайын жұмысты осылай ашып отырып таныстыруға болады. Бұл немен несі, көлденең болсын, тігінен болсын бола береді. Так. Қазір енді тігінен түскен бір жұмысты көрсетейін. Мысалы, бұл Word жұмыс. Жаңа сіздерге көрсеткен PowerPoint. Міне осылайынан жұмыстарыңызда таныстырылым жасасаңыздар болады. Одан кейін жаңа плагиат болмайды, осы программаға салып қойсаңыздар. Түрлі таныстырылым жасасаңыздар болады. Мына жерде майда болып тұр ғой енді. Көбіне жаңа портфолио қорғағанға, болмаса басқа бір сайыстарға қолдансаңыздар болады. Мысалы, Олимпиада презентация деген. Бұл программаға салу үшін бірінші PowerPoint пен Word-ты конвертировать етіп аласыздар. Оны білетін шығарсыздар, конвертировать етуді. Мына жерде Олимпиадаға жасаған презентация. Соны мен осы программаға салып қойдым. Таныстырылым жасағанға да ыңғайлы. Енді қалай жасаймыз? PowerPoint-ыңызды, болмаса Word-ыңызды неге айналдырып аласыз? PDF-ке айналдырып аласыз. Сізде осы бет ашылады. Менде мені біраз жұмыс жасалған. Сізде бұл бос болып тұрады. Мына жақта қарасаңыз, сол жақта жұмыс алаңы бар. Осы жерде default дегенді басасыздар. Одан кейін добавить новую книгу дегенді басасыздар. Міне, загрузить свой PDF деп тұр. Осыны басасыздар. Сонымен өзіңіздің дайындап қойған PDF-іңізді
Міне, PDF дайындап қойдым жаңа. Осы жерге жүктеу керек, алып келу керек. Мына жерге атауын міне медиа ұстаз курсы деп түсті. Менде описаниесін жазсаңыз болады толықтырып. Мына жерде. Одан кейін мына шаблоны деген бар, қазір көрсетемін. Уақыт бітіп қала ма деп тұрмын. Міне бізде түсті. Міне. Енді мынаның артында мына шаблоны дегенді бассаңыздар, артқы фонын өзгертуге болады. Мына жерде бірнеше шаблондар бар міне. Неше түрлі цветтер бар. Менде қойып өзгертсеңіздер болады. Мына жерде менде қазір қоңыр түс тұр ма? Мына түске ауыстырсам болады. Біздің неміз дайын. Енді қалай бөлсеміз? Бөлісу үшін мына жерде тағы да тұр ғой міне. Осыны басамыз да мені копировать етеміз. Біздің сілтемеміз дайын мені. Осыны копировать етесіздер, болды. Сіздердің мені жаңа бетке қойып көрейін. Біздің жаңа кітапшамыз ашылады. Презентацияны кітапшаға айналдырып берді. Осылай таныстырылым жасай берсем болады. Бұл тіпті оңай. Главное жаңаға не жасавасаңыздар болды. Жұмыстарыңызды конвертировать етіп алсаңыздар болды. Түрлі жаңаға көрсетіп ма жоғары жақта? Шаблон деген жерден өзгерте бересіздер. Word-ты да PDF-ке айналдырып, кез келген PDF документіңізді осылай салып қойсаңыз болады. Міне, жұмыстардың барлығы осы жерде тұр. Бір байқаудың жұмысы тұр мына жерде. Тігінен де, көлденен де құжаттарды алып кеп қоя бересіздер. Мынау Word жұмыс. Осылайна. Ал әріптестер, осы бүгінгі өткен екі программа бойынша сұрақтарыңыз болса, қойып жеріңіздер. Біздің уақытымыз жақындап қалды. Түсінікті деп ойлаймын. Аса қиын емес, бір рет тіркеліп алсаңыздар болды. Домашняя страница десеңіздер, бастапқы бетке көшесіздер. Бүгінгі өткен сабақтарға сұрақтарыңыз бар ма? Кері байланыс жасап жіберейік. Ұстаздар. Гүлнұр апай, керемет презентация екен, әдемі, кез келген сайысқа қолдануға жақсы екен. Қолдануға жақсы. Букрейтердің мүмкіндіктері өте жақсы. Кеше бір ұстаз кітапханашы апай бір сайысқа қатысам деді ма, буктрейлер жасауым керек деп таныстырылым. Табан астында жасалған жұмыс болды. Шардар ауданынан екен. Кітапханашы. Мына былай көрсетейін. Жасадық мына жұмысты. Осылайынан таныстырым жасай берсеңіздер. Оңай. Неңіз дайын болса болды, суреттеріңіз дайын болса, осылайынан қоя бересіздер. Креативный, да, әдемі көрінеді екен. Ерекше программа бұл. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Тәуелсіздіктің 30 жылдығына деп мен өткенде курстан ұстаздарға түсіндіргенім ғой, мен видеолар. Гүлнұр мына жердегіше ай менен біз цветін өзгерттік, есінен кейін бұрыш-бұрышына мынандай нелерді қалай саламыз? Әртүрлі. Нені? Міне осы бойынша түсін өзгерттік. Түсін өзгертті отырдым да мен қазір. Мына жерде біз темаларын өзгерттік та, артқы жағындағы міне. Иә. Темаларын өзгерттік. Одан кейін арқылы темаларды өзгертесіз.
арқылы аха. Аха. Ана плюсты басу арқылы сіз сурет қосасыз, текст қосасыз, аудио қосасыз. Бос жерлеріне. Аха. Одан кейін мына медиа деген жерде осылар. Мына shapes деген жерде фигуралар қосасыз. Фигура Мына shapes деп тұр ғой, мына shapes. Мына медиа. Мына shapes. Бұл жерде мына фигураларды қосасыз. Я. Мына медиа. Осы в основном медианы қолданасыздар ғой, текст жазасыздар.